Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында бар болған екі-ақ заттан балаларға өте пайдалы, зиянсыз мармелад жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек болады балаларға арналған сок, сонымен қатар пищевой желатин. Ең алдымен біз соктарымызды осылайша ыдыстарға құйып алатын боламыз. Әрбір ыдыстағы согымызға бір желатиннен салып шығамыз. Одан кейін ол ыдысымызды бөлме температурасында 10 немесе 15 минутқа қоямыз. Өздеріңізде желатиннің жағдайына қарап көріңіздер. Біздің желатиндеріміз міне видеода көріп тұрғандарыңыздай болып сіңуі қажет. Енді біз бұл желатиндерімізді водяной баняда ерітіп алатын боламыз, сұйық масса болғанға дейін. Міне осындай сұйық масса болуы керек. Енді мармеладтарымызды осылайша кез келген ыдыстарға құйып шығамыз. Сіздер үйдегі бар ыдыстарыңызға құйсаңыздар болады. Одан кейін ғана осылайша тоңазытқышқа немесе холодильникке жібереміз 5-10 минутқа. Мен мармеладтарды холодильникке қойдым. Примерно 15-20 минут тұрды. Осындай әп-әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет. Ең бастысы ешқандай зияны жоқ. Балаларға да өте қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, каналға подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыз.